Бүгін сіздермен бизнес менеджер ашуды үйренетін боламыз. Ол үшін өзіміздің осылай Фейсбукта жеке Фейсбугымызға өтіп аламыз, главный бетке. Мына жерде ADS менеджер деген кнопканы басу арқылы өзіміздің жеке рекламный кабинетімізге өтіп кетеді осылай. Міне, мынаны басамыз, компания деген бөлім. Мына жерде міне ваш аккаунт деген сіздің өзіңіздің жеке рекламный аккаунтыңыз. Мынау міне бизнес менеджер. Жаңадан мынау бизнес менеджер, сол бизнес менеджердің ішіндегі мынау рекламный аккаунт. Біз осы рекламный аккаунт арқылы реклама шығаратын боламыз. Енді сіздерге жаңадан ашуды үйретемін. Міне, создать бизнес портфолио. Біреулерде бизнес аккаунт деп те тұруы мүмкін. Создать деген басамыз. Мына жерге мысалға атау бизнес менеджердің атауын жазамыз. Бизнес менеджер 2 деп қойсаңыздар болады. Мына жерге өздеріңіздің атауларыңызды жазасыздар. Міне. Жерге бұрын соңды Фейсбукқа тіркелмеген пошта жазамыз. Кез келген mail.ru, gmail.com, ол болмаса iCloud-тарыңызды жазсаңыздар да болады. Нелі. mail.ru. Міне. Осылай жазамыз барлығын. Создать. Создать деген басамыз. Пропустить. Подтвердить. Міне. Бізде бизнес менеджер ашылады осылай. Қазір одной етіп жүрейін. Міне, жаңағы бізде ашылған новый бизнес менеджер. Осының настройкасына өтіп аламыз. Настройка компании деп. Мен енді өзімнің Фейсбугымда жеткілікті түрде бизнес менеджер рекламный аккаунттар ашып болған, сол үшін мен басқа адамның Фейсбугымен көрсетіп жатырмын сіздерге. Міне, мынау біздің жаңа ашқан бизнес менеджер настройкасына өттік. Осы жерде люди деген жерден пригласить люди деп осы өзіміздің бизнес менеджерімізге мысалға басқа адамдарға доступ беріп доступ ала аламыз. Партнер ретінде доступ бере аламыз. Мына жерде міне аккаунты деген бөлім, осы жерде страница деген бөлімге өтіп, добавить дегенді басып, осы жерден бизнес страница аша аламыз. Міне. Бір бизнес менеджердің ішінен бизнес страница, рекламный аккаунт аша аламыз, Instagram, WhatsApp. Міне. Рекламный аккаунт осы жерден ашамыз. Бизнес менеджер ашқаннан кейін біз рекламный аккаунт ашатын боламыз. Осылай настройкасына өтіп аламыз. Рекламный аккаунт деген өтеміз, добавить деген басамыз. Міне, создание рекламного аккаунта деген басамыз, жаңадан ашамыз. Мына жерге рекламный аккаунттың атауын жазып қоямыз. Рекламный аккаунт деп қысқаша жазып қойсаңыздар да болады, енді өздеріңізге түсінікті тілде жазасыздар.
часовой пояс мына жерде 06 Омск дегенді белгілейтін боламыз. 06 Омск. Міне, осыны белгілейміз. Мына жерде валюта доллар деп тұрады. Далее. Міне. Жаңа біз ашқан бизнес менеджер, міне 2 деп аштық, осы тұр. Міне осыны белгілейміз. Создать деген басамыз. Рекламный аккаунт ашқаннан кейін осылай өзімізге доступ беруіміз керек. Назначить деген басамыз. Болды. Бізде рекламный аккаунт ашылды. Енді қайтадан ADS менеджерге өтіп аламыз. Біз рекламаны осы ADS менеджердің ішіне жіберетін боламыз. Міне жаңағы міне біздің ашқан бизнес менеджеріміз, соның ішіндегі рекламный аккаунт, осыны таңдап аламыз. Болды, бізде бизнес менеджерде рекламный аккаунты дайын.